Сәлеметсіздер ме оқушылар, қайырлы күн. Қазақ тілі ғой арыстардың, әлемге тілімді айтып танысқанмын. Білсеңіз, осы тілмен өмір сүрген шәкәрім, абай сынды арыстарым. Тілім менің өмірімнің айнасы, қазағымның өмірінің жалғасы, болашақ пен келешектің арнасы, достығым мен бірлігімнің ордасы. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды жұмбақ шешуден бастайық. Орманда жоғары ағашқа қонады, тұмсығын балға етіп, тоқ-тоқ-тоқ соғады. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Қанеке ойланып көріңдерші. Жұмбақтың шешуі тоқылдақ екен. Шыр-шыр етеді, құлағыңнан өтеді, ұстай қалсаң, сөйлеп кетеді. Бұл не екен? Бұл телефон. Оқушылар, біз тоқылдақтың шығарған дауысын қалай қайталадық? Тоқ-тоқ-тоқ деп қайталадық. Ал телефоннан шыққан дыбысты қалай қайталадық? Шыр-шыр деп қайталадық. Оқушылар, табиғаттағы құбылыстардың, жан-жануарлардың шығарған дыбыстарын біз қайталай алады екенбіз. Оларға еліктеуге болады екен. Оқушылар, мұндағы суреттерге назар аударыңдар. Бірінші суретте нені көріп тұрсыңдар? Бірінші суретте балапанды көріп тұрмыз. Балапан қандай дыбыс шығарады екен? Қанеке тыңдап көрейікші. Осы балапанның шығарған дауысын біз қалай қайталай аламыз? Шиық-шиық деп қайталайды екенбіз. Ал екінші суретте не бейнеленген? Екінші суретте машина бейнеленген. Ал осы машина қандай дыбыс шығарады екен? Қанеке тыңдап көрейікші. Машинаның дауысын біз қалай қайталаймыз? Дыр-дыр деп қайталайды екенбіз. Ал үшінші суретке назар аударайық. Үшінші суретте не бейнеленген? Үшінші суретте жүзік бейнеленген. Жүзіктің әдемілігін қандай сөз арқылы жеткізе аламыз? Жүзіктің көзі күннің көзімен шағылысқан кезде қалай жарқылдайды? Жарқ-жұрқ етіп жарқылдайды екен. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еліктеу сөздер болды. Бүгінгі сабақта оқушылар еліктеуіш және бейнелеуіш сөздерді ажырататын боласыңдар. Мәтін бойынша сөздердің мағынасын анықтайсыңдар. Қазақ тілінде еліктеу сөздің екі түрі бар. Біріншісі еліктеуіш сөз, екіншісі бейнелеуіш сөз. Еліктеуіш сөз дегеніміз дыбысқа еліктеуден туған сөздер. Мысалға, сырт-сырт, пыс-пыс. Ал бейнелеуіш сөз дегеніміз түрлі құбылыстардың бейнесіне еліктеуден пайда болған сөздер. Мысалға, жарқ-жұрқ, маң-маң. Оқушылар, енді оқулығымыздағы жаттығуларды орындайық. Алдымен 48-ші жаттығуға назар аударыңдар. Артық сөзді тап ойыны. Берілген қатардан артық сөзді тауып, сөйлем құрап айтыңдар. Мысалға, бірінші қатарда кітап, дәптер, сызғыш, балпаң-балпаң сөздері берілген. Бұл қатардағы артық сөз балпаң-балпаң. Енді осы балпаң-балпаң сөзін қатыстырып, сөйлем құрап айтыңдар. Жаттығуды ары қарай жалғастырыңдар. Келесі 49-ші жаттығу. Еліктеу сөздерді түрлеріне қарай сызбаға топтап жаз. Бірінші қатарға көру арқылы жасалған бейнелеуіш сөздерді, екінші бағанға есту арқылы жасалған еліктеуіш сөздерді теріп жазыңдар. 50-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып, жатқа жаз. Шаңқ-шаңқ етіп шағала, шабақ ілер жағада. Еліктеу сөздерді тауып, түрлеріне ажыратыңдар. 51-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіндегі құйын, айран асыр, ағыл-тегіл сөздерін мағынасын анықтаңдар. Қарамен жазылған сөйлемдерді еліктеу сөздері бар сөйлемдерге айналдырып жазыңдар. Ол үшін алай-түлей, тырс-тырс, жарқ-жұрқ деген күрделі еліктеу сөздерді қолданып көріңдер. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.